Барлықтарыңа сәлем достар, сіздермен мен Азамат Хандөлетұлы. Бүгінгі видеомыздың тақырыбы бұл үшінші жұп басымы жүйкесі нервус окуломоториус деп аталады. Яғни көз қозғалтқыш жүйке. Не үшін бұлай аталады десек, ол көз алмасының бұлшықеттерін, яғни қимылдатуға қатысатын талшықтардан тұрады. Видеоға кіріспес бұрын каналға тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Алдағы уақытта пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін үлкен мотивация. Ал ендеше кеттік. Бірінші кезекте осы үшінші жұп басымы жүйкесінің ядролары қайда орналасқандығын талдап алатын болсақ, бұл ортаңғы мидың, яғни жамылғысы, соның деңгейінде субстанция грицея централисте орналасқан. Көріп тұрғанымыз сұр зат бұл ортасындағы сильвиев су құбыры жоғарғы жағынан аралық мида орналасқан үшінші қарыншамен байланысатын болса, төменгі жағынан көпір мен сопақша мидың арт жағында орналасқан төртінші қарыншаны байланыстыратын негізгі құбыр болып табылады. Бұл қарыншалардың арасында бізде негізгі ликвор жылымы сұйықтығы айналымы жүзеге асып отырады. Енді үшінші жұп басымы жүйкесінің ядролары қайда орналасқан десек, біз ортаңғы миды өткенде төрт төмпешікті алып қарастырған болатынбыз. Артқы бөлігінде екі жоғарғы төмпешік және екі төменгі төмпешіктер. Дәл осы екі жоғарғы төмпешік деңгейінде субстанция грицея централисте үшінші жұп басымы жүйкесі орналасқан. Ал төменгі төмпешіктердің деңгейінде субстанция грицея централисте, яғни сильвиев су құбырының айналасында бізде төртінші жұп басымы жүйкесі нервус трухлеарис орналасқан. Яғни біз айтамыз, жоғарғы төмпешікте демейміз, жоғарғы төмпешік деңгейінде. Бірақ субстанция грицея централисте орналасқан. Сильвиев су құбырын айнала, яғни қоршап. Төменгі төмпешік деңгейінде, яғни осы төртінші жұп басымы жүйкесі орналасқан. Субстанция грицея централисте. Ал енді бұл жүйке бас миынан қалай шығады десек, үш мишық аяқшасын ажыратқан болатынбыз. Оның төменгі аяқшалары сопақша мимен, ортаңғы аяқшалары көпірмен, ал жоғарғы аяқшалары ортаңғы мимен байланысқан болатын. Көріп отырғанымыз крус церебри дегеніміз осы мишықтың жоғарғы аяқшалары, яғни латеральды жаққа қарай ортаңғы миға бағытталып, ортасында шұңқырды түзеді. Бұл фосса интерпедункулярис деп аталады, аяқша аралық шұңқыр. Дәл осы аяқша аралық шұңқыр аймағынан үшінші жұп басымы жүйкесі шығады. Дәлірек айтқанда сулькус окуломоториустен. Ол көріп отырғанымыз осы көпірдің жоғарғы жиегінде орналасқан жүлге болып табылады. Келесі үшінші жұп басымы жүйкесінің ядроларына жеке тоқталатын болсақ, негізгі жұп қозғалтқыш ядродан тұрады. Бұл нуклеус нерви окуломоторий деп аталады. Көріп отырғанымыз және жұп негізгі вегетативті ядродан тұрады. Бұл нуклеус ассессория нервус окуломоторий, немесе автор бойынша Якупович ядросы деп атаймыз. Вегетативті ядролардың ішінде бұл симпатикалық емес, яғни парасимпатикалық ядро болып табылады. Және де бір тақ қозғалтқыш ядросы бар, бұл нуклеус централис импор деп аталады. Перле ядросы дейміз басқаша айтқанда автормен. Мына жерде көріп тұрғанымыз екі оң және сол жақтан мишық аяқшалары, ми аяқшалары, олардың сулькус окуломоториустен үшінші жұп басымы жүйкесінің шығатын жері көріп отырғанымыз, ол алдыға қарай бағытталып, үңгірлі қойнаудың бүйір жағынан өтеді де, яғни сулькус окуломоториустен шыққан бойда. Солай алдыға қарай бағытталып, фиссура орбиталис супериор арқылы көз ұясына енетін болады. Біз білеміз, фиссура орбиталис супериордан, жоғарғы көз ұялық саңылаудан үшінші, төртінші, бесінші жұп басымы жүйкесінің бірінші тармағы, яғни нервус офтальмика, және алтыншы жұп басымы жүйкесі нервус абдуценс кіретін болып табылады көз ұясына. Көз ұясына кірген бойда олар екі тармаққа бөлінеді, яғни жоғарғы рамус супериор және төменгі тармағы рамус инфериор деп аталады. Рамус супериор екі бұлшықетті иннервациялауға қатысады. Бұл қозғалтқыш талшықтар, яғни мускулус ректус супериорды, мускулус леватор пальпебра супериоресті, яғни қабақты көтеретін бұлшықетті.
Және де төменгі тармағы рамус инфериор, бұл да қозғалтқыш жүйке болып табылады. Қызылмен көрсетілгеннің барлығы қозғалтқыш, ал жасылмен бұл парасимпатикалық біздегі вегетативті, яғни төменгі тармақ арқылы мускулус ректус медиалис негізгі конвергенцияға қатысатын бұлшық ет. Не үшін конвергенция дейміз? Бұл дегеніміз не? Яғни көзді медиалды бағытқа қарай бағыттайды, ішке қарай бағыттайды, яғни мұрынға қарай бағыттайды. Келесі бұл мускулус облигус инфериор, төменгі қиғаш бұлшықет, және мускулус ректус инфериор, төменгі тік бұлшықеттерді иннервациялауға қатысады. Яғни жоғарғы тармағы 2 бұлшықетті, ал төменгі тармағы 3 бұлшықетті иннервациялауға қатысады екен. Сонымен қоса көзде біз айтып кеткен болатынбыз, көз анатомиясы деген лекцияны көрсеңіздер болады. Сол жерде айтылып кеткен мускулус облигус супериор бұлшықеті бар, жоғарғы қиғаш бұлшықет, бұны көріп тұрғанымыз 4-ші жұп басының жүйкесі. Ал мускулус ректус латералис көзді латеральды, яғни бүйір жаққа қарай бұратын бұлшықет, бұл 6-ші жұп басының жүйкесі, нервус абдуценс иннервациялайды. Яғни көріп тұрғанымыздай 3-ші жұп басының жүйкесі аралас болып табылады, қозғалтқыш және вегетативті парасимпатикалық ядролардан, талшықтардан тұрады. Оның сезімтал ешқандай да талшығы болмайды. Ал вегетативті талшықтарына тоқталатын болсақ, бұл вегетативті ядро парасимпатикалық Якупович ядросы деп аталады. Оның преганглионарлы талшығы бар, сулькус окуломатористен шығады. Қозғалтқыш жүйкелер секілді алдыға қарай бағытталып, үңгірлі қойнау, яғни синус кавернозустың бүйір бағытымен қарай бағытталады да фиссура орбиталис супериор арқылы көз ұясына кіреді. Көз ұясына кірген жағдайда бұл преганглионарлы талшық арқылы ганглион целиариде аяқталады, яғни түйіндік, кірпіктік түйін деп аталады. Кірпіктік түйіннен кейін постганглионарлы талшыққа жалғасады екен. Оның өзі 2 бұлшықетті иннервациялауға қатысады. Жоғарғы жағында мускулус сфинктер пупилла, яғни қарашықты тарылтатын бұлшықет. Көріп отырғанымыз бұл қарашық болатын болса, оның айналасында циркуляторлы бағытта мускулус сфинктер пупилла орналасады. Осы талшық әсер еткен жағдайда мускулус сфинктер пупилла жиырылады, қарашық тарылады және миоз орын алады. Ал қарашықтың кеңеюін бізде мидриаз деп атаймыз. Кей жағдайда осы яғни парасимпатикалық жүйкенің зақымдалу жағдайында да мидриаз орын алуы мүмкін екен. Келесі бұл мускулус целиаристі иннервациялауы. Мускулус целиарис негізгі аккомодациялық бұлшықет деп атаймыз. Аккомодация дегеніміз алыс пен жақынды айыра алу қабілетіміз. Мускулус целиарис жиырылған жағдайда бізде цинов деген байлам бар. Цинов байламы босаңсиды да негізгі хрусталик, яғни линза бізде қалыңдайды, дөңгелектенеді. Соның арқасында бізде көзіміз жақынды жақсырақ көреді. Ал мускулус целиарис керісінше босаңсыған жағдайда цинов байламдары тартылады және хрусталиктің жұқаруы орын алып, біздің көзіміз алысты жақсырақ көретін болып табылады. Тағы да басқа да осы 3-ші басының жүйкесінің зақымы кезінде птоз орын алуы мүмкін. Птоз дегеніміз жоғарғы қабақтың, яғни салбырап түсіп қалуы, көзді жауып қалуы. Оның иннервациясының бұзылуы болып табылады. Дәл осы рамус супериордың бұзылысы кезінде болуы мүмкін, немесе 3-ші жұп басының жүйкесінің толығымен зақымдану кезінде птоз орын алады. Дәл осы мускулус элеватор пальпебра супериорис бізде істен шығады екен. Сонымен қоса, дәл осы жерден біз көз алмасының бұлшықеттерін көріп отырмыз. Бұл қозғалтқыш талшықтар арқылы иннервацияланатын бұлшықеттер, яғни жоғарғы медиалды және төменгі тік бұлшықеттер, жоғарғы қабақты көтеретін бұлшықет мускулус элеватор пальпебра супериорис, және төменгі қиғаш бұлшықет мускулус облигус инфериор. Дәл осыны 3-ші басының жүйкесі нервус окуломаториус иннервациялауға қатысады. Ал 4-ші және 6-ші басының жүйкелері де көзді алмасының, яғни қозғалтуға қатысады. Бұл жоғарғы қиғаш бұлшықет мускулус облигус супериор шығыршық жүйкесі деп аталады. Көріп отырғанымыз бұл шығыршық соған байланысты аталады, және нервус абдуценс әкететін нерв бұл латеральды тік бұлшықетті иннервациялауға қатысады. Егер де видео сіздерге пайдалы болған болса, лайк басып, достарыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Алдағы уақытта пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын.
Сонымен қоса 12 жұп нервті толық плейлисттен көре аласыздар, комментарийға қалдырып кететін боламын. Алдағы уақытта кездескенше сау болыңыздар.